Сәлем достар, айтып берем арнасына қош келдіңіз. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, себебі біз қазақша контентті және қазақ тілінің дамуына бірге үлес қосуымыз керек. Үйдің терезесінен ақшашты ханым күннің батуын тамашалайды. Медбике оны төсекке шақырады. Таңертең Дюк мисс Гамильтонға кітап оқуға келеді. Ол кәрілік деменциямен ауырады, сондықтан өткенді есінде сақтай алмайды. Дюк оған күнде қызықты роман оқиды. Кейде ол мұны бұрын естідім деп ойлайды. Олар 1940 жылы 6 маусымда кездесті. Қала алаңында адамдар лық толы. Ной достары Сара мен Филмен бірге болды. Олар небәрі 17 жаста еді. Элли сол жазда ата-анасымен бірге Сибрукке демалуға келген. Оның өзі сияқты бай қоғамнан шыққан жігіті бар. Ал Ной болса қарапайым, оқымаған кедей отбасының баласы. Бірақ өте табанды. Ол Эллиге бірден ғашық болады. Ной Эллиге кездесуді ұсынады, бірақ ол бас тартады. Келісімін алу үшін ол қозғалыс кезінде аттракционға секіріп, Элли мен оның жігітінің арасына отырады. Ол өзін таныстырады. Ной оны кездесуге шақырады. Элли бас тартады. Содан кейін оператор аттракционды тоқтатады. Ереже бойынша кабинада 3 адамнан артық отыруға тыйым салынған. Райынан қайтқысы келмей Ной биіктікте тірекке ілініп кездесуді сұрауын жалғастырады. Қорқып кеткен Элли келіседі, бірақ шалбарын төмен қарай түсіріп жібереді. Олардың келесі кездесуі көшеде болды. Ной оның уәдесін есіне түсіреді, бірақ Элли мұны естімеген сыңай танытады. Ной досының көмегімен кездесудің жаңа мүмкіндігін табады. Ной кинотеатрдан шыққан Эллиге кездейсоқ кездесу ұйымдастырады. Кейін олар бірге серуендейді. Элли үнемі оқуда және ол соңғы рет бала кезінде кинотеатрда болған. Ол оқуын жалғастырып, анасының шешімімен колледжге барамын деп шешті. Көп жағдайда оның орнына анасы шешім қабылдайды. Ол өзіне рұқсат беретін жалғыз нәрсе бұл сурет салу. Олар әртүрлі. Ной өзі қалаған нәрсені жасайды және ол жанның қалауымен өмір сүреді. Ной Эллидің өзіндік өмір сүрмейтінін, тек ата-анасының нұсқауларын орындайтынын байқайды. Жігіт жолға жатып Эллиді шақырады. Қыз көлік қағып кетеме деп қорқады. Ной бұл оның басты проблемасы екенін байқайды. Элли Нойдың идеясына көніп жанына жатады. Өтіп бара жатқан көлік екеуін шошытып жібереді. Элли бұл идеяны ойға қонымсыз деп күледі. Кейін Ной оны көшенің қақ ортасында билеуге шақырады. Ол қуана келіседі. Дюк оқуын жалғастырды, ал мисс Гамильтон сұрақтар қойды және не туралы айтып жатқан есіне түсіргендей болды. Ной мен Элли барлық уақыттарын бірге өткізді. Олар ажырамас жұп болды. Олар бірін-бірі тапқандай. Қараңғы кеште Элли Нойға қонаққа келді. Нойдың әкесі Фрэнкпен танысады. Әкесі өте мейірімді кісі, ол күлімсіреп қонақты асқа шақырады. Элли мен Ной бақытты болды. Оның қасында ол құстай еркін болды. Онымен ол бұрын батылы бармаған нәрселерге барды. Ол жіптен көлге секірді, жүк көлігін жүргізуді үйренді. Бір күні түнде Элли үйге қайтып келгенде әкесі Нойды кешкі асқа үйлеріне шақыруды ұсынды. Бұл кешкі ас беделді қоғамның адамдарына арналды, ал Ной өзінің шығу тегімен ерекшеленді. Ол жұмыс пен табысқа қатысты жайсыз сұрақтарға қарапайым және ашық жауап берді. Эллидің анасы Нойға қызының Нью-Йорктегі колледжге оқуға түскенін айтады. Эллидің өзі бұл жаңалықты айтуға асықпады. Ғашықтар бірге өздерін жайлы сезінді. Тек Эллидің анасы олардың қарым-қатынасын апат деп санады. Түнде Ной Эллиді өзен жағасындағы қараусыз қалған үйге апарады. Бұл 1772 жылғы Виндзор плантациясы. Ол бұл үйдің тарихын жақсы біледі. Оны сатып алып, ретке келтіруді армандайды. Ал Элли болса, көк шатырлы ақ үй болғанын және сурет сала алатындай терезенің өзенге қарағанын, шай ішуге арналған үлкен веранда болғанын қалайды. Элли пианинода керемет музыка ойнайды. Сол түні олар алғаш рет қарым-қатынасқа түспекші болады, бірақ олар бұл жауапкершілікті жеңе алмайды. Олар бір-біріне деген махаббаты туралы бірінші рет сөйлеседі. Сол кезде Фил келеді. Ол Эллидің ата-анасы оны іздеп бүкіл қалалық полицияны аяғынан тік тұрғызғанын айтады. Элли мен Ной ата-анасының үйіне жүгіреді. Ной сүйіктісін жақтауға тырысып кінәні өз мойнына алады, бірақ ата-анасы Ноймен емес қызымен сөйлескісі келеді. Әкесі қарсы емес, ал анасы қызының таңдауына көзін жұмып тастай алмайды. Анасы Ноймен болуына қарсы екенін айтады. Ол бәрін естиді, сондықтан үйден шығып кетеді. Элли оның артынан жүгіреді. Олар әңгімені аяқтай алмайды. Таңертең Эллидің отбасы заттарын жинап, қызына таңдау қалдырмай бұл қаланы тастап кетеді. Элли Нойға барлығын хабарлау үшін ағаш кесетін зауытқа асығады, бірақ бұл кезде ол жоқ еді. Фил Эллимен сөйлеседі. Ол түні бойы досының қасында болғанын айтып, Нойдың жаншылғанын біледі және олар енді бірін-бірі қинамау керек деп хабарлайды. Фил
Фил олардың арасында бәрі бітті деп ойлайды, бірақ Эллидің оған сенгісі келмейді. Ол Нойға оны жақсы көретінін айтуды сұрайды. Нойға айтып келгенде Фил досына бәрін айтып береді. Ной Эллидің жанұясы тұратын үйге қарай жүгіреді, бірақ қақпа жабулы болады. Күн сайын бір жыл бойы Ной Эллиге хат жазады, ешқайсысына да жауап келмейді. Бір жылдан кейін ол мұны тоқтату керек деп шешеді. Ол соңғы 365-ші қоштасу хатын жазады да Филмен бірге жұмыс үшін Атлантаға көшіп кетеді. Осы жерден екеуі майданға аттанады. Фил соғыста қайтыс болады, ал Элли болса осы уақыт бойы оқуда болады. Колледждің 3-ші курсында ол өз еркіме ауруханада жаралыларға күтім жасауға сұранады. Науқастардың бірі Эллиді кездесуге шақырады. Кездесудің өзі сәл кейінірек болады. Олар көшеде кездеседі. Ол бай болады, оның деңгейі мен білімі Эллидің анасының ойындағыдай. Элли Лонахымға тез ғашық болады, ол талғампаз, сүйкімді және өте бай болады. Эллидің ата-анасы мұндай таңдауды бірден мақұлдады. Лонахым Эллиге ұсыныс жасады және Элли қуана қабылдады, бірақ ол иә дегенде Нойдың бейнесін неге есіне түсіргенін түсіне алмады. Ной соғыстан үйіне қайтады. Ұлының келуіне дайындалып, оны әкесі күтіп отыр. Фрэнк ұлының арманын орындау үшін өзінің үйін сатып жіберді және банктен несие алды. Ол өзінің басты арманын іске асыруға кірісті. Ной Чарлстон қаласына барады. Ол жерде кездейсоқ Эллиді көрді. Ол автобустан секіріп түсіп, оның артынан жүгіреді. Оны кафеден табады. Сол кезде ол Лонды сүйіп тұрған. Осы кездесуден кейін ол үйді бұрынғыдан да тезірек қалпына келтіргісі келеді. Ол осыдан кейін Элли оған оралады деп ойлады. Ол соған әуес болды. Қарттар үйінде түскі ас ішіп отырғанда мисс Гамильтон бұл оқиғаның қалай аяқталғанын білгісі келеді, бірақ Дюк айтуға асықпайды. Қарашада Нойдың әкесі қайтыс болды, енді ода үйі ғана қалды. Үйді қалпына келтіріп болған соң оны сатуға қояды. Үйінің алдындағы Нойдың суреті газетке орналастырылады. Сатып алушылар көп болды, бірақ Ной әрқашан сатып алушылардан бас тартуға себеп табуға тырысады. Ной өзін жалғыз сезінгендіктен Марта Шоу есімді көрші қаладан келген жесір әйел кештерін сәндеуге келетін. Элли той көйлегін киіп көреді, ол таңғаларлықтай әдемі. Тойға келген достардың бірі Эллиге газетті көрсетеді. Олардың үйлену тойы туралы газетте жазады. Бұл той маусымның басты уақиғасы болып күтілуде. Артқы бетінде Элли олар армандаған үйдің фонында Нойдың суретін көреді. Ол есінен танып қалады. Қолында бір стақан шампан бар, үйлену көйлегі мен ваннада жатып, Элли Нойға баруды шешеді. Біраз уақыттан кейін Элли Лонның жұмысына келеді. Ол көптен бері сурет салмағанын, ойларын реттеу үшін біраз уақытқа кеткісі келетінін айтады. Ол Сибрукке бірнеше күнге барады. Ең алдымен үйді және оның есін көруге барады. Кездескенде Ной үндемей тұрады. Жалғыз Элли сөйлейді. Ол қатты қобалжып кетуге шешім қабылдайды, бірақ қақпаға соғылады. Соңында Ной оны үйге кіруге шақырады. Оқып жатқанда мисс Гамильтон бұрында осыған ұқсас нәрсені естідім деп ойлайды, ал Дюк оны растайды. Дәрігер Дюкті кеңсеге шақырады. Медбике мисс Гамильтонға күткенше фортепианода ойнауды ұсынады. Ол ойнай аламын ба деп ойлайды. Оған нотаға сәйкес ойнау ұсынылады. Доктор Барбел Дюктің 1,5 жыл ішінде 2 рет инфаркт болған есіне алды, бірақ ол үшін бұл маңызды емес. Дәрігер мисс Гамильтонға көп көңіл бөлудің мағынасы жоқ деп санайды, өйткені оның жады жоғалған уақиғаны қалпына келтіре алмайды. Бірақ Дюк берілмейді, өйткені ол оның есіне түсетін сәттер болатынын біледі. Фортепиано дыбысы өшеді. Дюк оның қағаз бетін парақтауды ұмытып кеткенін айтады. Сосын тағы бір әуен естіледі. Ол қазір оның есінде қалған әуенін ойнап жатқанын айтады. Нойдың үйінде шайдың үстінде әңгіме болады. Элли күйеу жігіті туралы және оны жақсы көретіні туралы айтады. Олар әңгімелеседі, флирт жасайды, кешкі астарын ішеді. Өткенді олардың болмаған жақындық сәтін еске түсіреді. Верандада Ной өлең оқиды. Элли өткенге оралады. Оны әлі де бала кезінде бәрі шынайы болды ма деген сұрақ мазалайды. Оның кететін уақыт келді. Ной оны ертең қайтып келуге шақырады. Мисс Гамильтон оқиғаның қалай аяқталатынын болжағысы келеді, бірақ сол кезде Дюктің балалары мен немерелері келеді. Оларды серігімен таныстырады. Әрқайсысы қолын созып, өзін таныстырады, ал ең кішісі оны құшақтайды. Мисс Гамильтон шаршағандықтан демалуға кетеді. Балалар болса әкесін үйге шақырады, өйткені анасы енді ешкімді танымайды. Олар оның өмірдің қуанышынан айырылғанын қаламайды және қарттар үйіндегі өмірді ессіздік деп санайды. Оған анасына кезекпен баруды ұсынады, бірақ Дюк олай істемейді, өйткені оның үйі сүйіктісі тұратын жерде.
Элли бөлмесіне келіп Лонның 100-ші қоңырауына жауап береді. Келесі күні таңертең ол Нойға барады. Ол шеберханада жұмыс үстінде. Олар қайықпен өзенге түседі. Олардың қайығы ақ құстардың арасында жүзеді. Элли Нойдың арманы үйді қалпына келтіргеніне қуанады. Аспанның түсі қоюланып, нөсер жаңбыр құйыла бастайды. Олар балаша қуанады. Элли оған неліктен хат жібермегенін, ол оны 7 жыл бойы күткенін айтады. Ал қазір тым кеш. Элли Нойдың оған 365 хат жібергенін сол сәтте біледі. Олардың араларында ештеңе бітпеген еді, қазір де бітпейді. Ной Эллиді қатты сүйіп алғаш рет жақындасады. Олар қайтадан бақытты. Таңертең Марта келді. Ол бірден Эллидің осында екенін түсінді, алайда Ной оны ішке шақырмайды. Элли алдынан шығып Мартаны үйге шақырады. Мұнда олар кешке дейін уақыт өткізеді. Ной Мартаны көлікке шығарып салады, ал Элли тағы бір түнді Нойдың үйінде өткізеді. Таңертең оны сый күтіп тұрды. Мольберт, кенеп және бояулар. Ол верандада сурет салып жатқанда есік қағылып, алдында Эллидің анасы тұрады. Ол Лонның осында келетінін ескертті, ал Элли тек хаттар туралы білгісі келеді. Анасы хаттардың шынымен болған мойындайды. Қызы ашулы, себебі анасы оның қиналғанын көріп хаттардың келгенін айтпады. Анасы кешірім сұрайды, сылтау іздемейді. Ол Эллиді зауытқа апарып еңбекқор жұмысшылардың бірін көрсетеді. Ол өзінің бұрынғы махаббаты мен орындалмаған армандарын баяндайды. Оның ата-анасы онымен бірге болуына рұқсат бермеді. Енді анасы осы қалада болса, оның өмірі бұл адамның қасында қалай өткенін елестетеді. Анасы жылай бастайды. Олар қайтадан Нойдың үйіне барады. Анасы оған барлық хаттарды береді. Ной Эллиден енді не істейтінін сұрайды, бірақ ода жауап жоқ. Ол дұрыс шешім қабылдайтынын айтады, бірақ Ной өз жүрек қалауынша істеу керектігін талап етеді. Элли кетіп қалады. Жолда апатқа ұшырай жаздады. Ол жолдың шетіне бұрылады. Ол Нойдың хаттарын көзіне жас алып оқиды. Мисс Гамильтон мен Дюк оқып шыққандары туралы әңгімелеседі. Дюк сүйіктісін романтикалық түскі асқа апарады. Барлығын өзі ұйымдастырған. Олар үстелге отырады, шараптан бір жұтым алады. Мисс Гамильтон бәрі қалай аяқталды, кімді таңдады деп сұрайды. Лон мен Элли сөйлесіп жатыр. Ол енді не істерін білмейді. Лон Эллиді жақсы көретініне қарамастан оны күштеп ұстай алмайтынын біліп, таңдауды оған қалдырады, ал Элли Нойға қайтады. Мисс Гамильтон бұл олардың тарихы екенін есіне түсіреді. Олар енді ғана кездесіп, өмір бойы осы сәтті күткен сияқты. Олар бірге қанша уақыт болатынын білмейді. Соңғы жолы 5 минуттан аз болды. Олар билеп жатыр. Сол секундта Элли бәрін және барлығын есіне алады. Ол балалар туралы сұрайды. Ол Нойдан балаларын жақсы көретінін, олардан кешірім сұрайтынын айтады. Элли бұрынғыдай бірге көлік жүргізгісі келеді. Бірақ келесі секундта бәрі өзгеріп, ең жақын, ең сүйіктісі бөтен болып кетеді. Ол қайтадан бәрін ұмытып, Нойды танымай қалады. Оның паникалық ұстамасы басталады. Дәрігер оны тыныштандыру үшін дәрі енгізеді. Ной көз жасын тыя алмайды. Ол тағы да инфаркт алады. Эллиді бөлмесіне апарады. Түнде Ной Эллидің бөлмесіне барады. Оның бөлмесіне баруға тыйым салынған, бірақ медбике оған шығып кофе ішу керек деген сыңай танытады. Ной сүйіктісінің төсегіне жақындайды. Элли оны бірден танып, қуанышында шек болмайды. Ол оны күтіп, оның қайтып оралмауынан қорықты. Ной, мені танымасаң да сенің жаныңда мәңгі бақи бірге боламын деп уәде береді. Элли, біздің махаббат мүмкін емес нәрсе жасай ала ма деп сұрайды. Олардың махаббат үшін мүмкін емес ештеңе жоқ. Олар бір-біріне махаббат сөздерін айтып, бір-бірінің қасында қол ұстасып, мәңгі ұйқыға кетеді.